Сәлем достар, біз сіздермен дөңгелектегі пропорционал кесіндер тақырыбынан алған есептерді шығарудамыз. Бізге берілген есептің шарты бойынша Е нүктесі арқылы шеңберге АЕ жанамасы және Е нүктесі арқылы ЕВ қиюшы жүргізілген. Және осы қиюшы шеңберді екі нүктеде В және С нүктесінде қиып өтеді. Ал В нүктесі С мен Е нүктесінің арасында жатыр. Және бізге берілген СВ-ның ұзындығы 5-ке, ВЕ-ның ұзындығы 4 сантиметрге тең. Бізге табу керек АЕ жанаманың ұзындығын. Олай болса, есептің шарты бойынша берілгені ЕВ АЕ жанама. Осы жанаманың ұзындығын табымыз керек. Және ЕВ қиюшы. Осы В нүктесі С